Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен красный бархат пирожный рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді ыдысымызға қантымызды саламыз. Қантымызды 2 бөлікке бөліп салуымыз қажет. Сосын барып жақсылап тұрып миксерлейміз. Аппақ болып көтерілгенше. Ал енді бөлек ыдысымызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне айран құямыз. Сосын күрекшемен бір араластырып шығып, массамыздың үстіне құйып, жақсылап тұрып миксерлеп шығамыз. Ыдысымызға ұн, қопсытқыш, қызыл краситель, какаоны барлығын бірге араластырып, массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерімізді салып шығамыз. Бірінші қасықпен бір араластырып алып, сосын барып жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды висыда өлшеп 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың салмағы менде 1358 грамм шықты. Соны 2-ге бөлген кезде менде 679 граммнан шықты. Ал енді қамырымызды противенге құйып шығамыз. Осындай сұйық болып шығу қажет қамырымыз. Қалаған формамызда пісірсеңіз болады. Форманың диаметрі маңызды емес. 180 градуста 25 минутта пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшасымен тексеріп алсаңыздар болады. Енді қамырымыздың екінші бөлігін тура солай пісіріп шығатын боламыз. Ал енді крем дайындайтын боламыз. Ыдысымызға кілегейімізді салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстіне қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Енді оның үстіне сүзбелі ірімшікті салып, жақсылап араластырамыз миксерімізбен. Міне достар, біздің корждарымыз дайын болды. Мен алдын ала корждарымызды суытып алдым. 2 корждың да жандарын осылай видеодағыдай кесіп шығасыздар. Артылған корждарымызды бөлек ыдысқа салып қоямыз. Өйткені артылған корждар бізге қажет болады. Ал енді коржымыздың үстіне дайын болған кремімізді жағып шығамыз. Ең басты ескеретін нәрсе, корждарымыз ыстық болмауы қажет, өйткені кремдеріміз еріп кетуі мүмкін. Ал енді екінші коржымызды бетіне қойып шығамыз. Енді қалған кремімізді бетіне жағып шығамыз. Кремнің бетін пышақпен әлде қасықпен тегістеп шықсаңыздар болады. Артылған корждарымызды алдын ала үгітіп алып, осылай видеодағыдай бетіне сеуіп шығамыз. Дайын болған пирожныйымызды 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне достар, біздің красный бархат пирожныйымыз дайын болды. Өз қалауларынша кесіп шықсаңыздар болады. Дәмі өте керемет шыққан. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да көп рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше.